Қара шайдың пайдасы менен зияны. Баршаңызға сәлем. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Адам баласы ерте кезден шай өсіріп, оның денсаулыққа пайдалы екенін анықтаған. Алайда кез келген шай пайдалы бола бермейді. Мысалы, дүкен сөрелерінде толып тұрған бөтелкедегі қара шай менен көк шайлардың адам денсаулығына емдік қасиеті жоқ. Шай қалташыларының еш пайдасы жоқ. Ол шаң тозаңға толы келеді. Сондықтан жаңа қайнаған қара шай ішкен дұрыс. Қара шай құрамында В1, В2, эфир майлары, минералды тұздар, танин, кофеин сияқты пайдалы биологиялық заттар кездеседі. Диетолог мамандар күнделікті 7-8 кесе қара шай ішуге кеңес береді. Қара шайдың пайдасы. Анемия ауруына шалдыққан жандар қара шай көмегімен бойындағы қан айналымын жақсартып, гемоглобин көрсеткішін ұлғайта алады. Қара шай күйік шалғанда көмекке келеді. Күйіп қалған кезде жарақатқа қара шай самасын басып, таңып тастаңыз. Қара шай бүйрек, бауыр, өт жолдарын зиянды қалдықтардан тазартып, ас қорыту жүйесін жақсартады. Есте сақтау мен ойлау қабілетін жақсартып, көздің көру деңгейінің көтерілуіне жол береді. Көз ауруларының алдын алады. Ол үшін қара шай мен көз айналасын жуып тұру керек. Жүрек, жүйке, өкпе және онкологиялық аурулардан сақтайды. Тіс эмалын әлсіретуден сақтап, кариесті болдырмайды. Ішек ауруы кезінде қою қара шай ішкен абзал. Қара шай құрамындағы микроэлементтер ішек инфекцияларын сыртқа шығарып, асқазанды тазартады. Қара шайға лимон, бал немесе қант қосып ішсе, иммунитет күшейеді. Суық тиіп, тұмаумен ауырған кезде көп мөлшерде лимон не бал қосылған ыстық қара шай ішкен дұрыс болады. Қара шай қант диабетінен сақтайды. Бірақ бұл жағдайда оны қант тосап немесе бал қоса пайдаланбаған жөн. Қара шайға сүт қосып ішсе, оның пайдалылығы арта түседі. Сүт қара шайдың құрамындағы пайдалы элементтермен бірлесіп, адамға сергектік беріп, созылмалы аурулардың алдын алады. Алдын ала ескерту: қара шайды аяғы ауру келіншектерге, емізетін аналарға, варикозы бар, йод жетіспеушілігі ауруларына шалдыққан жандарға көп мөлшерде ішуге болмайды. Қара шайды аш қарынға қатты ыстық немесе тым суық күнінде пайдаланбаған абзал. Қара шай құрамындағы танин бос радикалдардың зақымдануын азайтады. Демек, ағзаның қартаюын бәсеңдетіп және иммундық жүйені нығайтады. Орташа қайнатылған шай суық деген кезде температураны төмендетеді. Қара шай сонымен қатар тамырларды токсиндерден тазартады. Олардың қанда болуына жол бермейді. Жүректің жұмысын қалыпқа келтіріп, қан тамырларының қабырғаларын нығайтады және қан айналымын жақсартады. Жапонияда күні бүгінге дейін қара шайдың не қажеті бар деген сұраққа олар бұл ауруларды емдеп, өмірді ұзартатын даналықтың дәрісі деп жауап береді. Шай инсулиннің өндірісін көбейтеді. Соның арқасында бақыт пен қуаныштың гормоны серотонин көбейтеді. Бір кесе қара шай стресстік жағдайдан кейін тезірек тынышталуға көмектеседі. Шай ішек микрофлорасын қалпына келтіреді. Асқазан сөлінің түзілуіне көмек береді. Егер сіз шайды дұрыс қайнатып, оны мөлшермен ішсеңіз, денсаулығыңызды әдәуір жақсартуға болады. Зерттеушілер айтқанындай, миға қара шайдың пайдасы орасан зор. Қара шай мидың жұмысын мүмкіндігінше арттырады. Қара шайдың құрамында мидың жұмысын жандандыратын және есте сақтау қабілетін жақсартатын амин қышқылы тианин бар. Сондай-ақ сергітетін кофеин де кездеседі.